Баршаңызға қайырлы күн, арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге балық пен жуаны, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, өте дәмдетіп, қалай қуыруға болатынын көрсетеміз. Алдымен балықты жуып, тазалап, қуыруға ыңғайлы қылып, бірнеше бөлікке бөліп алып, тұзды суға жарты сағатқа салып қоямыз. Болғаннан кейін екі жағын ұнға аунатып, қызып тұрған майымызға екі жағын аударып отырып, осылай қызартып, қытырлатып, қуырып аламыз. Балығымыз дайын. Енді жуаны қуыру үшін кішкене ұнға 2 жұмыртқа, татымына қарай қара бұрыш мен тұзды, жарты кеседей салқын суды құйып, масы 1 келкі болғанға дейін араластырып, осылай дайындап аламыз. Енді жуаны сақина тәріздес етіп кесіп алып, жаңағы массыға батырып, сыртын нанның ұнтағына осылай аунатып, енді қызып тұрған майымызға салып, екі жағын аударып отырып, осылай қызартып, қытырлатып, жуанында қуырып аламыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп, күнделікті салған видеоларды көріп, лайк басып, комментария қалдырып, өзіңізге ұнаған рецепттерді пайдаланып, жасап көрсеңіздер болады. Міне балық пен жуа дайын, ас болсын.